Бұрын соңда қараңғы бөлмедегі қуыршақтардың қимылын көрген бе едіңіз? Менің салған суреттерім осындай атаумен қуыршақтар театрында балет жанрындағы қойылымды кішкентай балғындар тамашалады. Туынды махаббат, рух, адамгершілік тақырыптарын арқау еткен. Қуыршақ десе елең етпейтін бүлдіршін жоқ шығар сірә. Себебі бәрімізде сол ойыншыққа құмар болып өстік. Қайда барсақ та жанымыздан тастамай алып жүрдік. Алайда бұл жолы бәрі басқаша болды. Театрға келген кішкентай көрермендер сырласын сахнадан тапты. Олар тірілді, бойларына қуат бітті. Негізі қойылым жалпы кішкентай баланың суреттерінен туындалған. Бізде қойылымның режиссері Салаева Айжан Карибайқызы. Ол кісі балалардың суреттерін көру арқылы осы қойылым туды деп айтуға болады. Бір қуыршақты бір емес бірнеше адам ойнаймыз. Сондықтан біз серіктестікті сезіну деп айтады. Міне мысалы басын ұстап тұрған мен өзім қазір осы қойылымда қыздың аяғын ұстаймын. Басын басқа адам ұстайды. Театр репертуарында 10-нан астам қойылым болса, соның ішінде мақтанышпен айтуға тұрарлық туынды осы. Себебі бұл спектакль Душанбеде өткен халықаралық фестивальде гран-при иеленген. Сөзбен түсіндіруді қажет етпейтін шығарма барлық жастағы көрермендерге арналған. Бұл спектакльді, бұл қойылымды біз шетелдерге көп апарамыз. Өйткені бұл спектакль жаңа айтып жатты ғой, үнсіз, сөзсіз, таза қимылдармен болады. Сондықтан көп елдерде әртүрлі тілмен ойнамау үшін осыны апарып, осыны жаңағы қимылмен көрсетіп істеп жататын жайымыз бар. Балалармен қуыршақтар сөйлескен кезде балалар жауап беріп, күліп, кейбір қойылымдарда жылауы да мүмкін, оның бәрін сезінеміз. Ол табиғатымызда шығар, уже сезіп үйреніп қалғанбыз. Балаға ұнап жатса, одан арман күлдіріп, уже жылайтын жерге батса кішкене тоқтап деген сияқты. Кез келген қойылымның бас кейіпкерлері болады, бірақ қуыршақ театрында мұндай түсінік жоқ. Себебі бір ойыншыққа жан бітіру үшін бірнеше әртіс жұмылдырылады. Бастысы балаларға күлкі сыйлау, шаттыққа бөлеу. Туындыда жер бетіндегі тіршіліктің пайда болуы суреттелді. Сондықтан болар қойылымды кішкентайлар көз алмай тамашалады. Қуыршақтар әлемінің сиқырлы құдіретін сезінуге тырысты. Бас аяғы 9 әртіс жансыздарға жан бітірді. Сахнадағы әрбір көрініс қаламның қимылымен салынды. Әуеннің ырғағына сай тіршілік иелері биледі, бастысы қимылсыз қалмады. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.